ашқан, жасым 10-да. Мен атамның ең кенже немересімін. Өкінішке орай, мен атамды көрмедім. Бірақ әкемнің сағынышқа толы әңгімелерін үнемі тыңдаймын. Мен атам Ұлы Отан соғысының ардагері Тасымбетов Мырзағали 1902 жылы Шалқар ауданында дүниеге келген. Әке-шешеден ерте айырылған атамның балалық шағы жоқшылықта өткен. Соған қарамастан, еңбекқорлығы мен өмірге деген құштарлығының арқасында елге сыйлы азамат болып өскен. Атам әскер қатарына 1942 жылы мамыр айында шақырылады. Калинин майданының құрамында неміс басқыншыларына қарсы ұрыстарға қатысып ауыр жарақат алған. Жарақаттанған атам Башқұртстандағы Стерлитамак әскери госпиталінде емделіп, 1943 жылы маусым айында елге оралған. Елге оралысымен тылда әртүрлі қызмет атқарып тынымсыз еңбек еткен. Бізге бейбіт өмір сыйлаған аталардың ұрпағы екенімді мақтан етемін. Мерге қарсаңында барлық соғыс және еңбек ардагерлеріне басымды иіп тағзым етемін. Сіздердің отанға деген сүйіспеншіліктеріңіз бен ерліктеріңіз біз үшін үлгі мәңгі есімізде. Мен өзімнің құрметімді, отанға деген патриоттық сезімімді тәрбие сағаттары мен класстан тыс шараларға қатысу арқылы көрсетуге тырысамын. Аталар ісі мәңгі есімізде. Біз сіздерді ұмытпаймыз.